О дүниедегі сұрақ жауап. Осы біздің қоғамда о дүниеде сұрақ жауап болады. Сол сұрақ жауаптың негізінде жазасын алады немесе сыйлығын алады деп жатады. Шын мәнінде өлген адамдарды тірілтіп, олардың істеген амалдарын таразыға салып, махшар алаңында жинап, зәбір көргеннің ақысын алып беру, бір қараған көзге әділдік орнату секілді болып көрінетіні рас. Шын мәнінде ол бір адамға, аш адамға қармақ беру саясаты емес, бейшараға балық беріп тұру саясатының есігін айқара ашады. Яғни, не де болса ана дүниеде көріп жатасың, ана дүниеде аласың, ана дүниеде әділдік орнайды деу, уақыт ұтқызу арқылы зұлымдардың зұлымдығын жалғастыруға негіз болатын дүние. Мысалы, мына өмірде барлық нәрсені адамдардың ауызбіршілік шешетіні анық. Ауызбіршілігі мықты елді ешбір қарумен ала алмайсың, ал ауызбірлігі жоқ елді қарусыз барып басып ала бересің. Ол да түсіндіріп жатуды қажет етпейтін дүние деп білем. Осы нәрсені түсінбеген адамды мектепке қайта жіберу керек шығар. Енді бір елді екінші елдің әскері жаулап алды деп бір өмірлік жағдайды қарастырайық. Сонда жаулап алған елді кім тезге салмақ? Жаулаушыны кім орнына қоймақ? Таяқ жеген адамдар, таяқ жеген ел өзара бірігіп, көршілермен бірігіп, шабуылдаушыны орнына қою керек. Оны жасау үшін де сол баяғы ауызбірлік керек. Ал өзі, сол ел, өзара алауыз болып отырып, сыртқы жауға жем болып, оны жеңу үшін Құдайдан көмек сұраймын деу, ол надандықтың ғана белгісі деп білем. Құдай деген сенің өзің. Өзің бар болсаң, Құдай да бар, сен жоқ болсаң, Құдай да жоқ. Қазақтың бір ғана Құдайы бар, ол ауызбірлік. Ауызбірлікке адал болғандар әрдайым жеңіске жетеді. Ал ауыз болғандар әрдайым жеңілісте болады. Ендеше алауыз болып, өзді-өзі қырылып, бөлініп бөріге жем болғандар үшін Құдай неге арағайын болуы тиіс? Өзін-өзі жеп, өзін-өзі тұқыртып, өзін-өзі жойып жүрген адамды Құдай ана дүниеге барып, саралап, таразыға салып береді, сөйтіп оларды орнына қояды деу, сол алауыз болып жүре беріңдер деген сөз ғана. Ауызбірлік деген Құдайды жерге тастап, алауыздық Құдайына табынып кетеді біреулер. Яғни, ауызбірлік деген Құдайын жерге тастағандар, алауыздық деген Құдайға табынып кеткендерді Құдай неге ана дүниеде таразылап жатуы тиіс? Олар өз жазасын осы дүниеде алып, өз сыйлығын осы дүниеде алып кетуі керек. Ал жемқорлық белең алса, өзіміздің енжарлығымыздың себебінен болады. Біздің елді біреу сырттан келіп жемқор қылып бермейді. Көше жөнделмесе, өзіміз оны талап ете алмаймыз. Көшеміз, айналамыз қоқысқа толып жатса, оны Құдай неге таразылап, оң солын тергеп жатуы керек? Көшедегі қоқысты тазалау, жемқорлықты тыю, елді дамыту, жетім мен жесірге қамқор болу, елдің ғылымын, білімін, технологиясын дамыту, ол тек қана біздің қолымызда. Ал енді мынау дүние жалған, бұл дүние өткінші, болмаса бұл дүние сынақ қана деп жүрген адамдар мынаны білуі тиіс. Осы сынақ өмірінде таразыға салып, ақ пен қараны теңгеретін өзің ғана. Ол Құдай кеп теңгеріп, ертеңгі күні Құдай жөндейді деу, сенің несібеңді ұрлап отырған адамдардың ойлап шығарған нәрсесі. Сен сорлы күйіңде жүре бер, мен жегенімді жеп, ішкенімді іше берейін. Ана дүниеге барғанда көре жатармыз. О жақтан ешкім келген жоқ. О жақтан не бар екенін ешкім білмейді де керек болса. Еліміздің байлығын тонағандардан Құдай есеп алмайды. Құдай сені есеп алсын деп жаратты. Ал сен болсаң, Құдай таразыға салады деп отырсың. Әркімнің көңіл таразысы өзінде. Онда Құдайдың шаруасы жоқ. Қазақтың тілінің мәртебесін үстем десең, оның да өзің ауызбірлік Құдайына сыйына отырып жасайсың. Қазақтың тілінің мәртебесін үстем етем десең, оны да өзің ауызбірлік деген Құдайға сыйынып отырып жасайсың. Қазақтың діні адамгершілік, Құдайы ауызбірлік. Гитлер көрінде өкіріп жатқан болар дейді біреулер. Алайда, екінші дүниежүзілік соғыстағы өлген адамдарды Гитлер жеке өз қолымен өлтірген жоқ. Ол тек ақмақ адамдарды айдап салып отырды. Адамдар бірін бірі уағызға елтіп,
қырып салып отырды. Біреуі арилік дейді, біреуі тағы біреу дейді. Сөйтеді да бірін атып, қырып, асып, қанын төгіп жатты. Қайсы бір соғыс пен қан төгісті алмасаңыз да, бәленің бәрі уағыз бен идеологиядан басталады. Құдай адамды ана дүниеде таразыға салады, жемқорлар жей берсін, елге қарсы әрекет жасағандар жасай берсін деген сөз. Яғни, ана дүниеде Құдай таразылайды деу, мына дүниеде істейтін шарам жоқ, Құдайдың өзі шешеді деген сөз. Ал шын мәнінде Құдайдың сөзі, сен қолыңда тірі жүргенің үшін сол нәрсені адамдармен бірге отырып орнына келтіруің керек дейді. Ал келтіре алмасаң, мен сен үшін ол жұмысты ана дүниеде істеп жатпаймын дейді. Ол деген сөз, мысалы балаңызға бір шаруаны тапсырып, ол шаруаны істетуге шамаңыз келмей, соңында ол шаруаны өзіңіз істеп кеткен секілді нәрсе. Егер сен барынша елге пайдалы іспен айналысып жүрген азамат болсаң, сені ана дүниедегі таразыға салып не керек? Ана дүние деген ұғымды осы дүниеде көрмеген жақсылығымды көру үшін деп өзін өзі жұбататындар бар. Оларға бір нәрсе айта аламын. Ауызбіршілік жасап, адамгершіліктен аттамай жасаған нәрсеңнің жемісін көріп қаласың, көре алмасаң ұрпағың көреді. Болмаса, жамандық жасасаң, соның жазасын тартасың, болмаса оның жазасын ұрпағың тартады. Әркім өз күнәсін арқалайды дегенді айтады уағызшыларымыз. Алайда генетикасында ауытқуы бар адамдар, тумысынан ауру, болмаса әкелері алқаш наркоман болып, соның себебінен ауру болып туған балалар, олар ата-аналарының күнәсін, қателіктерінің себебінен денсаулығында ақау болып, былайша айтқанда солардың күнәсін көтереді. Болмаса, бүкіл егер ақыретте ғана жауап беретін болса, онда ұрпағына неге өтеді ол аурулар? Осыған қарап, уағыз айтатындардың дүние туралы түсінігі толық қалыптаспаған, арабтың кітабын оқып алып, соны пайым парасатына салмай, қазақтың қоғамына екпе еккендей әр адамның миына құйып жатқанын көріп отырмыз. Ендігі сұрақ, елді тонағандарды Құдай жазалай ма дейді. Құдай менде деген аталарымыздың аты болды. Құдай менде, менің ішімдегі Құдайым тырысып, жемқорды орнына қоймағанша, ешқандай аспандағы Құдай, 7 қабат аспан үстіндегі Құдай, көк тәңір болсын, кім болса о болсын, ол жемқорды орнына қоймайды. Біреу ауырса, оны емдейтін жолы да бар. Ал емнің жолын біліп тұрсаң, Құдайға сыйынып нетесің? Қолыңда бар дүниеңмен еліңе көмектесу үшін Құдайдың рұқсаты керек пе? Қиналған жанға жәрдем беру үшін өзінен рұқсат сұрауды талап ететін қандай Құдай ол? Мизам таразысы амал дәптері дегеніміз о дүниенің емес, осы дүниенің тірлігі. Айыпты болғанға ат-тон айып төлету де осы дүниенің жұмысы. Өзіңе артылған жүкті Құдайға артуға тырыспа. Құдай дегенің өз бойыңдағы ар-ұждан, адамгершілік, адами қасиетін ғана. Оның тысынан аспаннан Құдай іздеп, арабша Құдайға сыйынып, одан жәрдем сұраймын деу, өзіңді өзің алдау ғана. Арабша сөйлейтін Құдай арабты ғана жарылқайды. Айдаладағы қаймана қазаққа оның түкіргені бар. Өз атаңның әруағынан безіп, арабтың арабша сөйлейтін Құдайына табыну саған абырой әпермейді. Абырой әперетін болса, орысқа бодан болып, қор болмас едің. Арда болайық, көп жасаңыз туған елім.